Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі мен әдебиеті сабағына қош келдіңіздер. Бүгін жаңа бөлімді бастайық деп отырмыз. 11-ші бөлім. Олимпиада жеңімпаздары Қазақстан мақтанышы. Ал сабағымыздың тақырыбы ел намысын қорғаған Бақтияр Артаев. Сабақтың мақсаты тұрмыстық әлеуметтік тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердің мағынасын түсіну. Бүгінгі сабағымыздың жаңа сөздермен танысайық және осы жаңа сөздерден сөз тіркесін құрастырамыз. Жігер, жеңімпаз, жүлде, озу немесе жеңу, жүлделі. Бүгінгі сабағымыздың жаңа сөздері. Ал енді балалар сөз тіркестерін құрастырайық. Олимпиада жеңімпазы. Қанекей жалғастырамыз. Ал енді тапсырмалармен жұмыс жасайық. Бірінші тапсырма. Қазақстанның қандай олимпиада жеңімпаздарын білесіздер? Спортпен шұғылданудың пайдасы бар ма? Қазақстанның еңбек ері атағын алған олимпиада чемпионын білесің бе? Баркер кубогы қандай спортшыға беріледі? Өз туған жеріңізден шыққан әйгілі спортшыларды білесіздер ме? Қанекей, осы сұрақтарға жауап берейік. Сұрақтарға жақсы жауап берді деген ойдамын балалар. Ендігі тапсырмамыз жазылым тапсырмасы, екінші тапсырма. Суреттерге қара, олимпиада жеңімпаздарын ата, олардың қандай жетістіктерін білесің? Жеңіс баспалдақтары деген тақырыпта кластер құраңыз. Ал балалар, өздеріңіз ұнатқан 4 спортшының біреуін таңдайсыз, яғни 4 чемпионның. Сол туралы жеңіс баспалдағы деген тақырыпта кластер құрайық. Серік Жұмағалиұлы Сәпиев, былғары қолғап шебері, яғни боксшы. Бейжің олимпиадасының чемпионы. Ары қарай жалғастырамыз. Дмитрий Игоревич Баландин, жүзгіш, суда жүзу шебері. Рио-де-Жанейро олимпиадасының чемпионы. Қазақстанның жүзуден алғашқы чемпионы. Әділбек Сәбитұлы Ниязымбетов, былғары қолғап шебері, яғни боксшы. 2 дүркін олимпиада чемпионы. Лондон олимпиадасының чемпионы. Ары қарай жалғастырамыз. Данияр Маратұлы Елеусінов, боксшы. Рио-де-Жанейро олимпиадасының чемпионы. Қазіргі уақытта кәсіпқой бокспен айналысуда. Ары қарай жалғастырамыз. Балалар, енді біз сіздермен тілдік бағдар бойынша берілген жедел өткен шақ деген не деген сұраққа жауап беріп, жедел өткен шақпен танысамыз. Яғни өткен шақ іс-әрекетті сөйлеп тұрған уақыттан бұрын болғанын білдіретін шақ түрі. Өткен шақтың бір түрі жедел өткен шақ. Жедел өткен шақ етістіктің түбіріне д, д, т, т жұрнақтары жалғану арқылы жасалып, іс-әрекеттің анық және аз ғана уақыт бұрын болғанын білдіреді. Мысалы, жеңді, медал алды. Балалар, есімізге сақтайық. Жедел өткен шақтың жұрнақтары етістікке тікелей жалғанады. Болды, айтты, жүрді, жазды деген сияқты мысалдар келтіруге болады. Ал балалар, жедел өткен шақ туралы мәліметтер түсінікті болса, онда жазылым тапсырмасын орындаймыз. 4-ші тапсырма. Үлгіге қара, есімдіктер мен жедел өткен шақ тұлғалы етістіктерді қолданып, олимпиада жеңімпаздары туралы сөйлем құра. Олар, мынау, кім, өзі, кейбіреу, еш, бүкіл деген есімдіктерді қолданамыз. Және жедел өткен шақ тұлғалы етістіктерді пайдаланамыз. Үлгі.
Олар биыл дүниежүзілік олимпиада жеңімпаздары атанды. Бұл жерде олар есімдік, атанды, жедел өткен шақ. Айтылым оқылым. 5-ші тапсырма. Мәтінді оқып, мазмұнымен таныс. Олимпиада ойындары Бақтияр үшін сәтті басталды. Ол жеңімпаз атанды. Алдыңғы финалда камерундық Вили Бертрана Танке шаршы алаңға шықпай қойды. 1-8 финалда түркіменстандық Алиаскер Башировты 33-23 есебімен жеңді. Ширек финалда бар жігерін жинап, украиндық Виктор Поляковты айқын басымдықпен 33-13 есебімен тізе бүктірді. Халықаралық жарыстарда әлі мойындала қоймаған, айтарлықтай үлкен жеңісі жоқ Бақтияр Артаев жартылай финалда танымал ресейлік боксшы, олимпиадалардың 2 дүркін чемпионы, Баркер кубогының иегері Олег Саитовқа қарсы шықты. Небәрі 21 жастағы Бақтияр олимпиада ойындарының фавориті, тәжірибелі Саитовты 20-18 есебімен жеңіп, финалға жетті. Олимпиадада әлі алтын алмаған Қазақстанның ендігі үміті бокстан финалға шыққан Бақтияр Артаев пен Геннадий Головкинда еді. Бақтиярды финалда атағы мен тәжірибесі Олег Саитовтан кем түспейтін 2 дүркін әлем чемпионы кубалық Лоренцо Арагон күтіп тұрды. 15 жыл ұтылмаған Лоренцо Арагон финалда Бақтияр Артаевтан 36-26 есебімен жеңіліп қалды. Сөйтіп Бақтиярдың бағы жанды, бәрін басы бозып, жүлделі болды. Мәтін сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Ендеше, мына сұрақтарға жауап берейік. Мәтін не туралы? Бақтияр Артаев кім? Ол туралы не білесің? Мәтінде қай олимпиада туралы сөз болды? Дереккөздерді, яғни ғаламтор желісін пайдалануларыңызға болады. Ал балалар, сау болыңыздар. Сабағымыз аяқталды. Үйге 6-шы тапсырма, 65-ші бет. Мәтіннен жедел өткен шақ тұлғалы етістіктерді тауып жаз. Келесі сабақта кездескенше.